Қайырлы күн, есімім Олжан. Менімен бірге дәмді печенье жасаңыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз, араластырып, үстінен 3 ас қасық құмшекерімізді салып, құмшекеріміз ерігенше жақсылап венчик көмегімен араластырамыз. Үстінен 4 ас қасық сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Және де қамыр қопсытқышымызды ванилинді қосып араластырамыз. Егер де қамыр қопсытқыш болмаған жағдайда, үй жағдайында ас содасын пайдалансаңыздар болады. Жақсылап араластыра отырып, оны керегінше ситадан өткізу арқылы пайдаланамыз. Жақсылап осылай қолға жабыспайтындай қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды осылай формаға дөңгелек пішінде видеодағыдай құрт тәрізді орналастырып шығамыз. Мен шанышқының көмегі арқылы әсемдеп шықтым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Және де дайын болған печеньемізді қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен печеньеміздің үстіне осылай кукурузный крахмал немесе сахарный пудра себу арқылы әсемдеп қойсаңыздар болады. Осымен печеньеміз дайын. Балапандарыңызға дайын жасап берсеңіздер болады. Қолжетімді бағада, үй жағдайында керемет. Магазиннің печеньесінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Қазақша каналының дамуына үлес қосып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Олжан.